Сәлеметсіздерме? Мен номер 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогика колледжінің өзін-өзі пәнінің оқытушысы Камит Еңгебесежанқызы. Сәлеметсіздерме? Қазір түгенделіп алайық. Ол үшін аты жөнімізді айтамыз, және де бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтамыз. Мен Камит Еңгебесежанқызы, сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен Какенов Айдана, жан-жақтарыңызды тек жақсы эмоциялар, шынайы адамдар қоршасын. Жақсы. Жадыра. Мен сіздерге бүгін күндер қуанышқа толы. Рахмет. Сіздерге үй тапсырмасы берілген болатын. Үй тапсырмасына сіздер маған білім KZ платформасына жібердіңіздер. Ол үшін мен қашықтықтан оқыту бөліміне кіремін. Осы жерде топты таңдау арқылы топтың тапсырманы орындаған тапсырмаларын жүктеп алып, тексеріп, журналға баға қойылады. Жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыз оқытушы құжаттар бөлімінде білім KZ платформасында салынған болатын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сүйіспеншіліктің жасампаз күші. Сүйіспеншілік біздің тіршілігіміздің бастауы мен аяқтауы. Сүйіспеншіліксіз өмір жоқ. Сондықтан да сүйіспеншіліктің алдында дана адамда бас еді. Конфуций. Осы дәйек сөзді қалай түсіндік? Жалпы сүйіспеншіліксіз өмір жоқ. Неліктен? Сүйіспеншілік арқылы біз өзіміздің отбасымызға сүйіспеншілік білдіре аламыз. Туысқандарымызға сүйіспеншілік білдіре аламыз. Сүйіспеншілік дегеніміз біздің тіршілігіміздің бастауы болып келеді. Сүйіспеншіліксіз біз өмір сүре алмаймыз. Жақсы. Сүйіспеншілік деп отырғанымыз ол эмоция, сезім емес, қуатты энергия. Ал сол энергияны тасушы адамдар бір-біріне сол энергияны тасушы болып табылады. Негізгі түрлері. Үш түрі бар. Өзара сүйіспеншілік, өзімшілік сүйіспеншілік және риясыз сүйіспеншілік. Жақсы, өзімшіл сүйіспеншілік дегеніміз ол эгоист деп айтсақ болады. Ол өзін жақсы көруі, өзінің алда тұруы. Дұрыс айтасыз. Яғни тек мен, маған деген қажеттіліктерден құрылады. Сондықтан біз оны шамның жарығымен салыстырдық. Өзара сүйіспеншілік деп отырғанымыз бұл жерде ол өзінің сенімен бірге қоса, сенде және біреуде қосылып жақсы қарым-қатынаста болуы. Яғни есеппен, сен маған, мен саған деген міндеттік жағдайдан құрылады екен. Сондықтан біз оны ай сәулесімен салыстырдық. Ал риясыз сүйіспеншілік деп отырғанымыз? Адам әрқашанда өзінің өмірінде тек жақсы жақтарын көруі керек. Ол үшін жылы жүрекпен, жағымды оймен, жақсы ниетпен қарауы тиіс. Бәріне де бірдей нұр шуағын шашып тұрады. Риясыз сүйіспеншілік деген сол шексіз. Яғни адамдық өлшемнің белгісі болып келеді. Адамның риясыз сүйіспеншілігі күллі тіршілікке, болмысқа, адамзатқа арналғандай. Өзара үйлесімділікке қол жеткізуге риясыз сүйіспеншілік деп отырғанымыз, яғни әрдайым шексіз бірдей барлығымен қарым-қатынасында. Тереза, ұлы нәрсе іздемеңдер, алайда кішкентай істі ұлы сүйіспеншілікпен жасаңдар. Қандай зат болсын, сен шын ниетіңмен, адал ниетіңмен істейтін болсаң, сүйіспеншілікпен жасайтын болсаң, ол саған 2 есе қайтып келеді. Жалпы сүйіспеншіліктің ұстанымы ол талап етуден гөрі көмектесу, үйретуден бұрын сүю маңыздылығы. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы. Бұл сабаққа белсенді қатысқан студенттер журналдарыңызға білім KZ платформасы арқылы қойылды. Және де үй тапсырмасы білім KZ платформасында қашықтықтан оқыту бөлімінде енгізілді.